Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай 5 минутта жасалынатын баннофи пайдың рецептісімен бөлісемін. Өте дәмді шығады. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ұнтақталған печеньямызға майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Менде рахат печеньясы нәрсте. Формамызды алып, ұнтақталған печеньямыздың жартысын саламыз да тегістейміз. Қалған жартысын шет жақтарына жіберіп, тегістеп шығамыз. Енді осы печеньямызды 10 минутқа холодильникке жібереміз. Ол дайын болғанша сливкимізді, менде 33% сливки, осыны аз жылдамдықпен бастап, қатты жылдамдыққа дейін өзінің формасын ұстағанша миксерлейміз. Сливки міндетті түрде суық болу керек, қыздар, холодильниктен шыққан болу керек. Қараңыздар, өзінің формасын жақсы ұстайды, ешқандай төгіліп жатқан жоқ. Сливки осындай болу керек. Енді бізге сливкимізді мен мынандай кондитерский мешок болмай қалды, сондықтан осындай салафанға салып алдым. Егер де кремдеріңіз жұмсақ болса, жарай береді осындай салафан, қыздар. Басына насадканы қойып алдым. Вареный сгущенка, банан керек. Енді баннофи пайымызды құрастыратын боламыз. Астына вареный сгущенкамызды жағып, тегістеп жағып шығамыз, тек жартысын ғана. Енді осының үстіне бананымызды түгел салып шығамыз. Қалған жарты вареный сгущенканы бананның үстіне жағамыз. Енді формамыздан шығарып, бетіне осындай қылып сливкимізді жағамыз. Әрлеу жолы өз еріктеріңізде. Мен сливкиға сахарный пудра қоспағандықтан, оны осылай бетіне септім, сахарный пудраны. Сонымен бізде 5 минутта дайындалатын баннофи пай тортымыз дайын. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Тез әрі оңай жасалынады. Сіздермен болған Динара. Каналыма тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар.